Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Қазір инсульт, инфаркт сияқты жағдайлар жиілеп кетті. Көбіміз оны стресс пен жүйкенің әсері деп ойлаймыз. Ал рухани тұрғыдан қарағанда бұл жүрекке түскен ішкі қысымның да белгісі. Адам жүрегінің үнін ұзақ уақыт елемей, өз шындығын басып, өз жолымен жүрмей қалғанда ішкі қайшылық күшейеді. Жүрек ояна бастағанда, ал адам оны тыңдамаса, ішкі қысым пайда болады. Жүрек тоқта, бағытыңды өзгерт деп белгі береді. Ғаламдық күштер былай дейді: сондықтан жүрек үнімен жүру маңызды. Өз қасиетіңді мойындап, өз миссияңды қабылдап, жаның қалаған жолмен жүру ішкі тепе-теңдікті сақтайды. Денсаулық жақсы болсын десең, күйгелектікке берілмей, ішкі үнді тыңдап, жүрекпен өмір сүруді үйрен. Қазір күтпеген жерден рухтардың басы бірігіп жатыр. Қалаларда ғаламдық мектептер, кездесулер өтіп жатыр. Бұның бәрі жаратушының ұлы жоспары бойынша жүзеге асуда. Әр қаладағы кездесу орындары да кездейсоқтық емес. Олардың барлығы жоғарыдан таңдалып, дәл өз уақытымен ашылып жатыр. Бұл оқиғалардың болатыны 2022 жылдың соңында көрсетілген. Сол кезде қасиет бірден ашылып, жоғарыға көтерілген сәтте, жоғарғы әлемде сансыз періште тәлімгерлерді, ғаламдық иерархияны және жаратқанның өзін көрдік. Адам ретінде ойландым, ал жоғары әлем уақытпен емес, кеңістікпен сөйлейді екен. Сол сәтте бүкіл сансыз рухтардың жаратушы жанында тұрғанын көрсетті. Олар сіздердің рухтарыңыз еді. Бәрі кезең-кезеңімен оянады, тек өз сәтін күтіп тұр, деді жаратушы. Оқиғалар өздігінен өрбіп, ұлы жоспармен барлығының бір ғаламдық кеңістікке жиналасыңдар, деді. 2022 жылдың соңы мен 2023 жылдың басында көп рухтар әлі ұйқыда еді. Ал қазір толық ояну кезеңі басталды. Жаратушының жанында тұрған сансыз рухтарды көрдім. Сол рухтардың бәрі қазір жерде. Әрқайсымыз өз сәтімізді күтіп тұрмыз. Жерде бәрін кездесесіңдер, деді. Содан бастап оқиғалар қозғала бастады. Жоғарыда рухын көрген адамдарды ғалам физикалық әлемде бір-бірімен кездестіре бастады. Ең алғаш ғалам құрылысшылары мен қатар ғарыш мектептерін көрсеткенде, біз рух ретінде осы ұлы күнді мыңдаған жыл күткенімізді көрсетті. Бұл жаңа дәуірдің жаңа жоспары. Әр оқиғаға, әр нүктеге біз шамамен 4000 жыл бойы дайындалғанбыз. Сондықтан біз бір-бірімізге жат емеспіз. Рухтарымыз бұрыннан таныс. Осы күндер, осы даму және бұл дамудың қазақ жерінен басталуы Құдайдың өз жоспары, рухымыздың ортақ жолы. Еліміздегі ұлы өзгерістер де сол сәттен бастап қозғала бастады. Ел ішіндегі ескінің бәрі біртіндеп құлайды, ал оның орнына тек даму, халықтың игілігіне қызмет ететін жүйе бірінші орынға шығады. Енді басты мақсат қоғамның алға жылжуы, адам өмірінің құндылығы мен еркіндігі ең жоғарғы деңгейге көтеріледі. Халықтың дауысы, адамзаттың таңдауы маңызды бола бастайды. Еліміздің мемлекеттік заңдары да осы бағытта өзгеруге бет алады. Енді олар тек жүйе үшін емес, ең алдымен адам үшін, адамзаттың игі қоғамды қалыптастыру үшін жұмыс жасайтын кезеңге қадам бастық. Осының бәрін 2023 жылдан бастап жасауда. Адам бәрін тек миымен ойласа, кейбір дүниелер ақылға сыймайды. Елдің тағдыры, 2024 жылғы су тасқыны, оның орнына қайта келетін жаңару, жердің тазаруы, қазіргі қымбатшылық, осының бәрі жоғарыдан көрініп, алдын ала ескертіліп, жазылып келді. Елде әлі де бір қатар өзгерістер болады. Білімге, өзгеріске, ізденіске бет бұрыс күшейеді. Ер адамдар жауапкершілікті көбірек алып, қаржы табуға, отбасын сақтауға ниеттенеді. Себепсіз ажырасу, отбасын тастау сияқты жағдайлар біртіндеп тоқтайды. Өйткені ғалам өтеуі тиіс кармалық сабақтарды алып қойды.
Біз ұзақ уақыт әрі бері жүрдік. Адам ретінде де, ел ретінде де. Ендігі қадамдар нақты тек жоғарыдан шешіледі. Себебі жоғарыда елдің тағдырын жасаушы рухтар отыр. Бәрін реттеп тазартып. Енді билікте ер адамдармен қатар әйелдер де тең дәрежеде әрекет етеді. Алдағы уақытта құрылатын отбасылар тек сезім мен шын махаббатпен құрылады. Ал мәжбүрліктен, қорқыныштан, пайда үшін құрылған отбасылар өздігінен тарқайды. Жерге бүгін түсіп жатқан ғарыш энергиясы адамды жатқызып тастауда. Тәнге де, мидағы нейрондарға да қиын болуы мүмкін. Физикалық дене шаршап, ұйқы қысады. Ұйқы режимі ауысады. Денсаулығымыздың әлсіз тұстары сыр беріп, ауырсынуы да байқалады. Аяқтан нық тұру үшін кейде жатып демалу керек. Сондықтан шаршау сезілсе, тәнді демалдырыңыздар. Өйткені физикалық дене бұл энергияны қабылдап, сіңіріп үлгермей жатыр. Бұл энергия балаларға жеңілірек, себебі олардың кодтары мен клеткалары жаңа, жүрек чакралары ашық, энергиямен тез үйлеседі. Ал үлкен кісілерге сәл қиындау болып жатыр, себебі біздің кодтарымыз өзгеріске бірден бейімделіп үлгермейді. Миды көбірек демалдырыңыздар, тыныштықта, оңаша күйде болған дұрыс. Қаңтардың соңына дейін клеткаларымыз жердің энергиясына бейімделіп үлгереді. Бұл энергия мүлде араласпай кеткен туған туысқандарды қайтадан араластырып, басыңызды біріктіреді. Қазір көп адам ауырып жатқандықтан, қолыңыздағы, бойыңыздағы энергия арқылы ем жүріп жатыр. Сіздің қасиетіңізді мойындату, сананы ояту үшін ғалам дәл осы кезеңде сізді туған туыстарымен қайта байланыстырады. Сол арқылы сіз арқылы ем жүргізіп, олардың санасы тазарады. Әлемдегі жалпы су құрамы жоғарыдан өзгеріп жатыр. Жоғарғы әлем судың табиғи қуаты артып келе жатқанын жеткізуде. Сондықтан су стихиясын көбірек пайдаланыңыздар. Су клеткалардың жаңаруына көмектесетін маңызды құрал. Егер себепсіз шаршап, ұйқы қысып, жиі ауырып кетсеңіз, энергияңыз азайып жатқандай сезілсе, онда суға көбірек түсіп, суды молынан қолданыңыз. Организмнің өз қуатын қалыпқа келтіре алатын табиғи қасиеті бар. Таза ауаға жиі шығыңыздар, үйде немесе жабық кеңістікте ұзақ отырмаңыздар деп ескертті тәлімгер періштелер. Ми нейрондарын дамыту үшін коммуникация қажет екенін де айтуда. Неге қазір тез шаршап қалып жатырмыз? Мұның мәні мынада. Рухтарымыз өте жылдам жұмыс істеуде, үлкен миссияларды атқарып, ғаламды тазартып, толассыз еңбек еткендіктен тән рухтың темпіне ілесе алмай жатыр. Рух тәнмен біріккен кезде физикалық әлемдегі оқиғаларды өзгерту және жылдамдату үшін бүкіл энергияны тәннен алады. Сондықтан қазіргі кезеңде шаршау күшейіп сезіледі. Жоғарыдан демалыс берілген кезде міндетті түрде демалып алыңыздар. Алда жұмыс көп. Бұл жыл барлығыңыздың рухтық миссияларды жүзеге асыратын жылы. Қазіргі кезеңде тек разминка ғана деп жатыр тәлімгер періштелер. Алдағысы үлкен жол. Жоғарғы әлем былай дейді: сен ойлағаныңда, сен қорыққаныңда, сен үміт еткеніңде, жұмағыңда, тозағыңда алыста емес, дәл қазір, дәл осы жер ретінде қалыптасады. Жүрегіңнің есігін айқара ашсаң, жердің өзі жұмаққа айналады. Айналаңдағы әрбір дем, әрбір көзқарас, әрбір үн саған нұр болып сезіледі. Ал егер ішіңдегі отты өшпенділікпен ашуды, жаралы менмендікпен тыншылмас кекті сыртқа шығарып өмірге төксең, сол сәттен бастап айналаң тозаққа айналады. Қазір біз технология шарықтаған заманда өмір сүріп жатырмыз. Жасанды интеллект күн сайын, тіпті секунд сайын өзін дамытып, үйреніп келеді. Технологияның өзін өзі жетілдіретін дәуірге қадам бастық. Бірақ осының бәрінен де қуатты бір нәрсе бар. Ол адамның рухы. Рух шексіз. Ол уақыт пен кеңістікке бағынбайды. Рух секунд сайын өседі.
кеңейеді, тереңдейді. Адам сол рухпен біріккен кезде оның дамуы әлдеқайда жылдам әрі саналы болады. Себебі шынайы даму сыртқы жетістік емес, ішкі ояну. Даму дегеніміз өз болмысыңды табу, өмірден, отбасындағы, қоғамдағы өз орныңды сезіну, мен кіммін және мен не үшін өмір сүріп жатырмын деген сұрақтарға жауап табу. Бұл даму енді біреу үшін өмір сүру емес, бұрынғыдай басқалар не айтады деген кезең аяқталды. Ғаламдық деңгейде бұл процесс жабылды. Қазір әр адам тек өз үшін, өз рухының үнін тыңдап әрекет етеді. Бірақ бұл эгоизм емес, бұл саналы болмыс. Адам өзін таныған сайын, өз өмірімен, табиғатпен, галактикамен байланысын сезе бастайды. Біз тек жердің тұрғындары ғана емес, біз галактикалық қауымдастықтың бір бөлігіміз. Әр ой, әр ниет, әр әрекет ғаламдық өріске жетелейді. Рухтық даму бұл жаратушыға жақындау. Жаратушы шексіз, басталуы мен соңы жоқ, ал адам рухы сол шексіздіктің ұшқыны. Өзіңді таныған сайын сен жаратқанның бір қырын тани бастайсың.